Assalamualaikum hürmetli studentler, o'quvchilar. Bugungi bizning temamiz Molxanat Qozog'istonning Mong'ollar chegasidan boshqa olmoq degan temada savolimiz açsalamiz. Bu o'tdi. Endi bu temada tavsiyalar berib, sonda da bir azandek spesifikatlar ma'lumot berib o'tib, qisqacha yetib yani ne? Mong'ollar mamlakati haqida hamma kimlarning Timurshин, ya'ni Shingiz Xon tarixini 1160-yillar Qo'non daryasi bo'yida Xitoydagilar ham Xandir jagalar. Shingiz Xon boshchiligida tarqaq Mong'ol qavmlari bir mamlakatga birlashsa, bo'ralardan Mong'ollar mamlakatiga chekat soldi. Shingiz Xon degan ataq berilgan ko'pchilik kuchli, qudratli degan ma'noni anglatar ekan. Paytaxt tarafından saylangan, әсіресе бұл мемлекет әскери күшті, феодал күшті жәмлестіріп, тыныш уақытта шаруашылықпен шұғылданған монғолдар осы уақытында үлкен әскери күшке айланған. Яғни бұл мемлекет тарихта феодал әскери мемлекет сипатында қалды. Жүзбасы, мыңбасы сияқты бірліктерге бөлінген. Бұл күн давам етіп болғаннан кейін феодалдар Buxara, odandan sonra Mart ayına gelген vaxtda Samarkand qalası Mong'ollar tərəfindən basıb alındı. Bu qalaların basıb alınmasının dəyərli mühafizatçılar, xəritəçiliklər bunlarla sındırıldı deyə aytsaq olar. Endi Shingiz Xon məmləkəti 1221 yılı paytaxt Urganch qalasını iyilib alған bo'lsa, deydi bu məmləkətin son hükümdarı sifatında Jaloliddin Manguza, yəni Jaloliddin Manguza 10 yıl davamında 1221-1231 yılları turli аймақтарда күрес алып барды. Енді ең үлкен сavaşlarның сіздер білесіздер, Парган сavaşı, Синг бойындағы сavaş, басқа да Кавказдағы, Грузия аймақтарында, жақын шығыс аймақтарында 10 жыл давамында қатаң әрекеттер алып барды. Дегенменен Jaloliddin Manguza өзінің ниетіне жете алмай, алдыңғы империяның күштілігін тіктей алмай, 1231 жылы қайтыс болады. Яғни қазіргі Түркия аймағында, Түркістан аймағында қайтыс болады. Соныменен тарихта Хорезмшахтар мемлекеті Шыңғыс хан империясы тарихымен жұтылушы еді. Күшті тәріптен айтып өтетін болса, оның біріншісі бұл жоғары дәрежедегі стратегия һәм тактикасы болып саналады. Яғни ол 1221 жылғы Парган сavaşынан соң монғолдардың жеңілмес деген атағын жоққа шығарады. Яғни Чеке Хутеки басшылығындағы 30-40 мыңлық армия жеңіледі. Бұл Шыңғыс ханның дәстепкі жеңілісі болып саналады. Һәм бұнда ол тек қана тауық ұрыс тактикасынан пайдаланылады. Яғни бұл монғолдар тек қана ашық далада, яғни кең жерлерде ұрысуға көліккен еді атылармен. Ал Jaloliddin Manguberdi болса, оларды хилестетіп тар жерлерге, яғни таулы жерлерге, аймақтарға алып барады. Һәм олардың атларының тезігінің қалады. Һәм бұл жерде атлар тез әрекеттене алмағандықтан хорезмлердің мергендері атлардан түсіп, мергендерменен оларды яғни олжайменен қырып тастайды. Бұл оның Парган сavaşында жеңілуіне тек арғы тактикасы болып есептелінеді. Бұл күшті тәрепіне кіреді. Және екінші күшті тәрепі бұл оның дәужүректілік һәм мәртлігі. Яғни ол сарайда отырып бұйрық беретұғын үкімдар емес, бәлкім ол өзі бірінші болып дұшпанға соққы беретұғын шебер сайтарда болған. Оны біз бір қанша тарихи мысалдарда көруіміз мүмкін. Мысалы, ол 1210 жылы Шыңғыс ханның мергендерге қарсы жіберген армиясында Сұлтан Хорезмшах армиясына дұс келеді. Күн бойы сavaş болып, құяш батуыменен армиялар өз тұражайына қайтады. Бұл уақытта Jaloliddin әскерлері олардың әкесінің рұқсатын алып дұшпанға соққы беруді қалайды, бірақ ол Сұлтан Хорезмшах бұл нәрсеге разы болмайды. Кейінгі мысалдарды көрсетіп болады, ол Хорезмшах Шыңғыс хан hücuma алған армияны қалаларға бөліп жайластыруды, яғни қорғану тактикасын қолдауды бұйырған уақытта Jaloliddin армияны бір жерге топлау, яғни бұл уақытта өзі армияға басшылық етіп, ұлыма дұшпанға, монғолдарға қарсы күресуді айтып өтеді, ұсыныс етеді яғни. Ішкі маршалдар болған, оның мемлекетінде хакимет басына келуінен алдын-ақ мемлекетті іш-ішінен жеміріліп бастаған еді. Яғни жоғары хакимет иелері сұлтанға бойсұнбаушылық саясатын алып барып, өз бетінде іс жүргізетін еді. Мысал етіп алсақ, Инолчық тарапынан моңғол каруалдарының талануы, Самарқанд диуаларының дұшпанға ашып берілуі hamda әскерлердің ұрсыз бағынуы, ол өзара ішкі келіспеушілік болып есептелінетін еді. Және біреу болса, бұл тұрақты басқару системасын жарата алмауы. Jaloliddin Manguberdi мемлекеттің тұрақты басқару системасын жарата алмайды. Ал ол көбірек әскери ақтаныстарға ітібар берген, бірақ мемлекетті тікелей һәм басқару системасын құруда әзір болған. Басып алынған аймақтарда тектен басқару орната алмады. Әкімшілік система hamda салықтарды тәртіпке сала алмады. Мемлекетті қайта түзу орнына көбірек ақтаныстармен бәнд болатын еді. Мысал етіп алатын болсақ,
Hindistonda borgandan keyin ол жерде bitgan mamlakat quruq imkoniyati bor edi, biroq uzoq qolmay ham ол жерде жоңғарлық жүріслерінен қайта туған еді. Себебі Hindistonda mamlakat құра алмайды, олар жергілікті хакимдер Монғолиядан таң алмай туған еді. Ол кезде Дели сұлтанлығы құндарлық етеді, hem de жалпы Монғолияда онша сенбейді. Жеке арттырылған абырайды саяси күшке айландыру руханияты деген бар ғой. Енді сол бойынша да басқаша пікір бар да енді. Мысалы үшін сол дәуірде Көне Дамаш нелері, құндарлары Жалалдиннің андай өсіп бара жатқан абырайына көре алмаушылығын не қылады да, бір тарапынан сояғы да бар деп айта жағым ғой. Енді сол дұрыс емес қол деген ғой. Ол жеке арттырылған абырай саяси күшке айландыру дегенде, жаңа ол Шыңғысхан қарсы ұрыстарда жеңіске ерісе бастайды да, жаңа Қорған соғысында үлкен жеңіске ерісе бастайды. Һәм оған халық сене бастайды да, тегінен ондай Шыңғысханның қарсы ондай үлкен жеңіске еріскен дерлік адамдар жоқ та, соның үшін оған сене бастайды оған еді. Жалпы Монғолия өз сенгенде андай ірі салтанаттар сенген жоқ қой оған. Тегінен Гүржістан деген сондай сенді. Олар тегінен оларда сенбеушінің себебі және оны көре алмай тұрған еді да. Себебі ана жалпы Монғолияның күшейіп кетуінен қалмай тұрған еді, және басқа Шыңғысханның басы болуынан қалмай тұрған еді олар. Алауddin Мұхаммед Қарипшах 1169-1220 жылы аралығында жасап өткен. 1200 жылы әкесі өлгеннен соң таққа отырады. Өзіне Искендер Стони атын алады. Мұхаммед дәуірінде мәмлекет әскери һәм экономикалық тараптан рауажданды. Мәмлекет арқада Арал теңізі, батыста Каспий теңізіне шекем, Құблада Ирак һәм Ғазнаға шекем, шығыста Жетісуға шекем созылған аймақтарға кеңейтеді. Алауddin Мұхаммед Моғолстан толық өз қол астына бірлестірді. Жүдә көп мәмлекеттерді басып алды. Осының нәтижесінде мәмлекет шекарасы шығыста өзіне үлкен армия топлаған Шыңғыстан, яғни Монғолдар империясының шекарасына барып тақалады. Мұхаммед Қарипшахтың әскери стратегиялық ұсулары һәм мәмлекетті басқару істері осы уақытта анық көрінеді. Бірінші күшлі тәртіппен айтып өтсек, Алауddin Мұхаммед Қарипшахтың күшлі тәртіппен бірі әскери құдіреті. Алауddin Мұхаммед жүдә күшлі һәм үлкен мәмлекет түзді. Әкесі өлгеннен соң жаңа аймақтарды иелеу саясатын алып барды. Тәсілеп Хорезм әтраптарын бірлестірді. 1212 жылы Самарқан мен Бұхараны өз тәсілінің астына алады. 1210-1215 жылдары аралығында болса Қорасан иеледі. Мысалы етіп айтатын болсақ, Қорасанның Хират, Нишапур, Исфақ һәм Тағуас қалаларын иелейді. 1215-1218 жылы аралығында болса Иранның үлкен бөлімі һәм Ауғанстанды толық иелейді. Мәмлекет аймағын кеңейту һәм түзе алу өзінен алдыңғы ешқайсы Қарипшах үкімдерінің қолынан келмеген еді. Сол себепті де ол өзіне Искендер Стони лақабын алады. Армиясы жүдә көп санлы еді һәм Қарипшах бұдан шеберлікпенен пайдаланды. Әсіресе қыпшақтардың күшінен көп пайдаланады. Қарипшах өз анасы Туркан хатун менен бұл мәселеде келісе алмады. Ол дәуірдегі Туркан хатунның тәсірі астында қыпшақтар да бар еді. Қарипшах әне осы қыпшақтардан қорқып жасады. Кейінгі саяси уақиғалардан да бұны көрсек болады. Мұхаммед Қарипшах 1200 жылы таққа отырып, 1203-тен бастап 1218 жылға шейін жүдә көптеген басқыншылық ұрыстарын алып барады. Иран, Ауғанстан, Аураннахр өз аймағындағы жүдә көптеген жерлерді бірлестіреді. Осы уақытта оған текенен садық һәм күшті әскербасылар қол келеді. Бұл оған текенен жүдә көптеген жерлерді басып алуға һәм өзінің текенен әскербасыларға сеніміне алып келеді. Текенен баласы Жалалдин Мангуберді әскербасыларға текенен пиналшық отырардағы сауда каруанын таландаман дегенше текенен пиналшық Қарипшахтың ең садық әскербасыларынан бірі болған. Онан соң Тимур Малик, Рукн ат-Дин сияқты жүдә садық әскербасылары болған. Бұл әскербасылар жүдә күшлі стратегия алып баратын еді. Бұны кейінгі Монғолдар дәуіріндегі ұрыстардан да көрсек болады. Бұлар текенен патшасы қалған жағдайда да өз қалаларын қорғай алу мүмкіндігіне ие болды. Экономикасы жақсы рауажданды һәм де сауда жолында жайласқан дедіңіз. Сол кезде не себепті мемлекетте монғолдар тез жеңіліп қалады һәм де монғолға қарсы жетерлікше даярлық көрмеді? Біріншіден ол армиядағы іштегі саяси саясаттағы. Бұның тек себебі ол армияны бір жерге жинай алмау һәм екіншісі стратегиялық қате. Ол армияны бір жерге жинап Шыңғысханға қарсы шыққанда оны жеңуге үмкіnieті көбірек болады. Себебі монғолдар ортада Гоби шөлінен үлкен сахарадан кешіп өтіп, бір қанша шаршаған ахуалда болады деймаса, әскери саны бір қанша аз болады. Һәм бұл армияны бір жерге жинап Шыңғысханға қарсы тұрғанда армияны жеңуге үмкіnieті бар еді. Бірақ ол саяси қателікке жүйе болып стратегиялық тәртіппен жеңіледі. Кейінгі күшті тараптерінен бірін алатын
болсақ, мемлекетті абаттандыру істеріне қауіпкерлік қылған, яғни пойтақтың рауаждануына, оның дүниенің жүрегіне айлануына үлкен үлес қосқан. Тиканан бұнда каравансарайлар өз дәуірінде каравансарайлар медреселер құрдырған. Оған мысал айтатын болсақ, Дарбаза-и Турфана сарайы, бұл сарайда шетелдік елшілердің мейманда болғандығы hakkında деректерде мағлұматтар бар. Кейін Мадраса-и Турфана медресесінің құрдырғандығы, бұл сол өз дәуірінің ең арбадағы жоғары оқу орындарының бірі болғандығы, бұл медресесінің хақында болғандығы, кітапханасы бар болғандығы hakkında Яхт Ал-Хамави өз шығармаларында жазып кетеді. Түркан хатын өз диваны арқылы мемлекетте қатты тәртіп орнатқан. Себебі Сұлтан Алаудин Мұхаммедтің ұзақ мүддетлі, мәселен 1217 жылы Бағдадқа жүрісі, яки 1210-15 жылдардағы Қазна һәм Мауараннахр жүрістері дәуірінде мемлекет басқаруын өз қолына алған. Және Сұлтанның шығыстан Құбаға жүрістері уақытында мемлекет ішкі тұрмысы Түркан хатынның тармалары мен тәртіпке салынған. Ұрыс қаржыларын қапау үшін Түркан хатын салық жинау тәртіп қағидаларына қатты әтбар берген. Тикканан оның дәуірінде ғазине босап қалмаған, бұл болса сұлтанның ұзақ мүддетлі жүрістерінің қаражеттері қапау үмканын берген. Яғни өз диванына ие болған уақытында Тикканан бұл балас Алаудин Мұхаммедтің тармаларын бекарлай алған. Өз диван, яғни Алаудиннің диванына қарамай өзінің шахси диваны болғаны, бұл оның және басқа низамдар шығара алуына үмканет берген. Түркан хатын алтын һәм күміс байлықтарының соншалық көптігінен тұтқынға түскен уақытында моңғолдар байлығының көптігінен таң қалғандығын, бұл байлықтар ақуайы металл емес, бәлкім мемлекеттің стратегиялық шекарасы еді. Егер Түркан хатын бұл байлықтарды мемлекетті қорғауға, әскерлерге айлық төлеуге, жаңа ауғанбастар табуға жөнелтіргенде дейді, мемлекет моңғолдар Хорезмді бұншалықты тез басып ала алмас еді. Бұл байлықты қақтан қызғанды, бірақ ақыры ақыбетіне дұшпанға сауға етіп қойды деп айтады. Әуелден Қарашахан хан Түркан хатын болған деп айтсыз. Олар араласқаннан кейін ол моғолға қарсы жеңіліске ұшырайды дедіңіз. Сол уақытта егер Түркан хатын хакимиятқа араласпағанда, сонда Хорезм шахлар мемлекеті моңғолдар жеңе алатын ба еді? Бұл сұрауың жүдә дейді. Ойламалы сұраулардың бірі, татсыз сұраулардың бірі болып саналады. Меніңше жеңетін бе еді деген пікірді елу мен өзімнің пікірім, гипотезамды білдіретін болсам, Түркан хатынның қыпшақлар болған садығы ғой армиясындағы. Бірақ сонда да жеңбеді ғой.